Сәлем балалар. Бүгін бізде математика, бірінші сынып, 28-ші сабақ. Тақырыбымыз ұзындықты өлшеу, сантиметр. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Яғни ұзындықтың өлшем бірлігі сантиметрмен танысасың. Жаңаны оқып үйрену. Бірінші тапсырма. Әлия заттарды қалай салыстырды? Ең бірінші суретте қарындаш берілген, иә? Екіншіде өшіргіш, үшінші кітап және ең астында сызғыш. Өзіңнің қаламсауытыңдағы заттардың ұзындығын салыстыр деп жазылған астында, иә, көріп тұрсыздар балалар. Бірінші қарындашта өшіргіш жері ұзындау, иә. Екінші кетіргіште де, өшіргіште де солай, көк жері ұзындау. Мен сендерге қызылмен бояп қойдым, иә. Кітаптың үлкендеу, кітапта сызғышта ұзындау. Енді екінші тапсырма. Сынып ішінен кез келген затты таңда, өлшем ретінде алынған затты пайдаланып, олардың ұзындығын өлше дейді. Өшіргіште балалар, яғни бірінші өшіргіштер 1 сантиметр, яғни екеуінің қосындысы 2 сантиметр. Ал қарындаш бізде 5 сантиметр, яғни қарындаш бізде ұзын өшіргішке қарағанда. Енді астында ұштағыш 1 сантиметрден 3 ұштағыштыр, яғни үшеуі қосқан кезде 3 сантиметр болады, ал астындағы қарындаш 5 сантиметр, яғни қарындаш ұштағыштан да ұзын болып келіп тұр. Осылайша сіздер балалар қайсысы ұзын екенін өлшеп, олардың өлшем бірліктерін ала аласыңдар. Және өздеріңнің сыныптарыңдағы немесе сөмкелеріндегі заттарды да осылайша салыстыра аласыңдар балалар. Оның қайсысы ұзын, қайсысы қысқа. Ұзындық дегеніміз балалар, бұл шама, оны өлшеуге болады. Яғни кез келген затты өлшеу арқылы біз оның ұзын, қысқа екендігін білеміз. Енді бұл сантиметр, яғни сары түспен берілген, көріп тұрсыздар балалар, болатын өлшем дейді. Яғни бұны сантиметр деп айтамыз. Сызғыштарды біз мысалы сантиметрде нешеуден басталады? 0-ден басталып 10-ға дейінгі сандар жазылып тұр. Сантиметр ол ұзындықтың өлшем бірлігі. Қысқаша оны см деп жазамыз. Өлшеуге арналған сызғыштар мен таспалар дейді. Яғни әртүрлі құралдар бар, балалар. Сызғыштың да түрлері бар. Мысалы, біздің кейде киімімізді де қалай өлшейді? Кейде біздің ата-аналарымыз мысалы сантиметрмен үйдегі әрбір жаңағы жиһаздарды өлшейді. Осындай кезде біз сызғыштар арқылы немесе сантиметр арқылы ұзындықтың көлемін, өлшемін біле аламыз. Үшінші тапсырмамыз суретке қара, мысалдар құрастыр дейді. Қызыл бояуда 5 сантиметр деп жазылып тұр, ал көк, яғни жасыл бояудың ішінде 2 сантиметр деп тұр, жоғарғы жағында. Бұл 5-ке 2-ні қосатын болсақ, 7 болады, балалар. Яғни балалар 5 сантиметрге 2 сантиметрді қосатын болсақ, тең болады 7 сантиметр болады. Ал енді керісінше 2 сантиметрге 5 сантиметрді қосатын болсақ, онда да 7 болады, балалар. Яғни сандар өзгергенімен мәні 1 болып шығады. Ал егерде 7 сантиметрден 2 сантиметрді алсақ, онда 5 сантиметр болады. Енді 4-ші тапсырма. Кесінділердің ұзындығын сызғышпен өлше. Қара түсті кесіндіге қарағанда қай кесінді ұзын дейді. Ең бірінші кесіндіде 2 сантиметр, одан кейінгіде 2 сантиметр және жасыл кесіндіде ұзын болғандықтан ол 5 сантиметр. Ал сары кесінді ол қысқа, көріп тұрсыздар өздеріңіз балалар, 1 сантиметр болады. Ал енді қара кесінді ол 4 сантиметр. Ал енді салыстырайық. Қара кесінді біздер 4 сантиметр дедік, ал жасыл кесіндіні 5 сантиметр дедік. Яғни қайсысы артық? Әрине балалар, 5 сантиметр артық, ал қара кесінді 4 сантиметр ол кем, азғантай 5-ке қарағанда. Осылайша балалар әр затты өздерің сызғышпен өлшеп, оның неше сантиметр екенін біле аласыңдар. Балалар, сонымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Яғни біздер бүгін ұзындықтың өлшемін білдік, Оны біздер қалай айтамыз? Сантиметр деп айтамыз. Қысқаша оны см деп жазамыз.
Балалар, сонымен бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.